Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай ерекше түйілетін гүл ханым деп аталатын орама түрімен бөлісемін. Бұл тағамды қонақ келгенде ұсынсаңыздар таңғалмай кетпейтіні сөзсіз. Ендеше менімен жасап көріңіздер. Ең алдымен қамырымызды жақсылап илеп аламыз. Сіздерге менің қамырым үлкен болып көрінуі мүмкін. Себебі мен 2 мантаваркаға арнап жасадым. Төменге сіздерге 1 мантаваркаға арналған рецепті жазып қоямын. Қамырды жақсылап илеп алғаннан кейін сіздер 2 бөлікке бөліп аласыздар. Әр бөлікті зуала қылып илеп, июі қанғанша пакетке салып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Енді тағамымыздың салмасын дайындаймыз. Бізге тартылған ет, пияз, картоп және дәміне қарай тұз бен бұрыш саламыз. Содан соң қамырды алып, жұп-жұқа етіп жайып аламыз. Қамырды жайып болғаннан кейін арасына сұйық майымызды толық барлық жеріне жететіндей қылып жағып шығамыз. Енді қамырды тура видеодағыдай осылай кесіп шығамыз, ұзын-ұзын етіп. Және арасына осылай салмасын салып шығамыз. Және қамырымызды осылай бір-біріне біріктіріп шығамыз, содан соң гүл тәріздес етіп ораймыз. Гүл ханымдарымызды асты майланған мантаварканың ыдысына салып, 50 минут қатты отта пісіріп аламыз. Және бұл ханым түрінің осы пісірер алдында бетін майлаудың қажеті жоқ. Осылай 50 минут аралығында әдемі болып пісіп шығады. Бетіне подливпен жесеңіздер өте дәмді. Жасап көріңіздер. Егер де менің каналым ұнап жатса, подписка батырмасын басып, тіркелуді ұмытпаңыздар.